Балалар, бүгін біз сендермен бірге қазақтың ұлттық ойыны теңге тастамақ ойынын ойнаймыз. Балалар, қараңдаршы, бұл жерде сендерде кілемше белгіленген. Кілемшеде балалар нелер бар екен? Қоржын бар екен, жақсы. Қоржынның қандай түстері тұр екен? Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Ал оның бетінде не бар екен? Теңге бар екен. Балалар, қазір осы қоржынның бетінен секіресіңдер. Екі бала болып қарсыласасыңдар. Мен тоқтаған кезде командада мен сендерге сұрақ қоямын. Самба әлде елтаңба ма? Қайсысы түседі, сол бала ойынды жалғастырады, қай балаға түскен жоқ, сол бала ойыннан шығып, келесі бала жалғастырады. Жақсы ма балалар? Мына жерде сендер екі топқа бөлінгенсіңдер, ұлдар сендер нешесіңдер? 3 ұл екен. Мына жақта неше қыз? 3 қыз екен. Ендеше дайындалыңдар. 1, 2, 3 бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тоқтаңыз. Самба әлде елтаңба ма? Самба. Сен самбадан, не? Елтаңба енді жалғастырады. Самира шыға қой. Самира секір. Тоқтаймыз. Елтаңба. Сен не дайсың? Самба. Ендеше мен ғана 1, 2, 3 сақтайын. Сам түсті енді шыға қой. Самира жалғастыр. Мансұр жалғастыра қой. Секір. Самира секіре қой. Тоқтаймыз. Самба әлде елтаңба ма? Сам. Елтаңба. Елтаңба, я? Сан түсті, Самира шыға қой. Алана жалғастыра қой. Секіресің сен. Тоқтаймыз. Самба әлде елтаңба ма? Теңге. Сан. Елтаңба. Сан. Кәне, Мансұр шыға қой. Алана жалғастыр. Қантөре секір. Мансұр шыға қой. Мансұр шыға қой. Самба әлде елтаңба ма? Сан. Сен не қандайсың? Сен сан дедің, сен елтаңбатын тоқта, я? 1, 2, 3. Сан түсті, алана шыға қой. Қантөре секіре қой жалғастыр. Әрекеде секіре қой. Жарайсың, кәне орнымызға тұрамыз. Кәне, Самира, сендерде неше теңге санаңдаршы? 2 теңге, ал сендерде олар неше теңге? 3 теңге. Бұл жерде кім